әдемі түнгі қала. Бірақ бұл қалада ұйқы жоғалыпты. Ал ұйқыны жоғалтқан мына тентек бала еді. Айару да терезе алдында далаға қарап отырады. Ұйқым қайда қашып кетті деп ойлап отырғанда, терезеден асығыс келе жатқан кәмпитші атаны көреді. Ата, не боп қалды? Неге сонша асығыссың? Сұмдық жағдай. Ұйқы жоғалды. Біреу әдейі сағатты тоқтатып қойған сияқты. Екеуі үлкен сағат тұрған мұнараға бет алады. Келсе, мен ұйықтамаймын, және ешкімді де ұйықтатпаймын. Сағаттың қажеті жоқ. Ха-ха-ха. Тентек бала, олай жасама. Қарашы, мен саған кәмпит әкелдім. Кәмпит жей ғой. Тентек бала кәмпитті жеп, алыс сапарға кеткен анасын еске алады. Ол жалғыз қалғандықтан осылай тентектік жасап жүр екен. Балам, анаң саған үнемі ақылды бол деп үйретті. Сен жаман бала емессің. Мені кешіріңдерші, енді олай жасамаймын. Жақсы, сағатты жөндеп ұйқыны қайтарайық. Сағат жөнделіп, тықылдап жүре бастайды. Ал қалаға ұйқы оралып, балалар ұйқыға жатады.